Бәріңе сәлем достар. Менің есімім Мағжан. Бүгін біз айнымалы туралы айтамыз. Айнымалы деген не? Айнымалы дегеніміз ол м, қорап сияқты кез келген мәліметті сала алатын құрал. Мысалы бізде айнымалы жаздырамыз. Осы айнымалы ішіне біз 6 сан салу керекпіз. Біз айнымалы көмегімен айнымалы көмегімен біз кез келген ақпаратты сала аламыз. Айнымалы түрлері екі түрге бөлінеді. Біріншісі бізде құндылық түрлері, және бізде сілтеме түрлері. Құндылық түрлерінде яқта төрт сілтеме түрлерінің айырмашылығы жазылған. Бірінші бізде мәнін сақтайды. Бағанадағы мысал ретінде біз 6 санды осы қораптың ішіне салдық. Сол. Келесі бізде стекте сақтайды. Біз программа жазғанда біз екі түрлі памятпен жұмыс істейміз. Бірінші бізде стек, екінші бізде хип, яғни орысша куча болады. Сол. Үшінші бізде мәнді тасымалдайды. Біз бірнеше айнымалы жұмыс істегенде біз осы айнымалылардың мәндерін именно мәнін тасымалдаймыз. Бірінші бізде басқа айнымалымен ауыстырғанда мән өзгермейді. Иә, солай. Келесі бізде сілтеме түрлері. Сілтеме түрлерінде бізде яғни сілтеме сақтайды. Екінші бізде хипте сақтайды, яғни кучада. Үшінші бізде сілтемені тасымалдайды. Мысалы бізде екі объект құрылған. Осы екі объекттің өзінің ерекше ссылкасы бар, сілтемесі. Біз бір-біріне тасымалғанда біз бір объекттің сілтемен тасымалдап, оны именно сілтемесі бойымен кучаның ішінде жұмыс істейміз. Төртінші бізде бір объектінің басқа мәні өзгереді. Мысалы бізде кодта бір объект құрылған, және осы төрт объектінің басқа ақпарат жазылған. Егер біз бірінші объекті соңғы объектіне сілтеме ауыстырсақ, бізде осы бір объектінің соңғы айнымалының бүкіл ақпараты бізде болады. Солай. Келесі бізде құндылықтың түрлері, яғни ақпараттың түрлері. Ішіне бізде int түрі. Int түрі бізде сандық айнымалы түріне жатады. Яғни оның ішінде бүтін сандар сақталады. Бізде int түрге арнайы память арнап, осы памятте тек қана осы интпен сандық мәліметтермен сақталады. Ол бізде 32 бит болады. 32 бит. Яғни егер бізде 32 бит болса, біз 32-ның дәрежесі, яғни соншама біз ақпарат осы int айнымалын сақтай аламыз. Максимум және минимум болады. Келесі бізде бұл. Бұл бізде true false сақтайды, яғни логикалық түріне жатады. Яқта float, double, decimal бұл сандық айнымалына жатады. Бірақ integerден қарағанда float, double, decimal ондық сандарды сақтай алады. Бірақ олардың ішінде суффикстері басқа болады. Мысалы бізде floatта f суффиксі қолданылады, doubleда бізде ешқандай. Яқта сілтеме түрлері болу керек. Сілтеме түрлерінде бізде string жатады, class жатады, object және delegate. String бізде ерекше айнымалы түріне жатады, себебі ол құндылық түрі сияқты ақпаратты сақтап, бірақ ол сілтемені басқа айнымалымен жібере алу мүмкіндігі бар. Класс ол кез келген объекттің схемасы болып табылады. Объект ол объект, делегат ол келесі сабақтарда толығырақ айтамыз. Ал енді Visual Studioмен жұмыс істеп көрейік. Яқты Visual Studio 22 ашамыз.
проектті бірінші біз құру керекпіз. Мына кнопканы басамыз. Мына жақта questте біз console up. Мына жақта шаг көреміз де оны 2 рет басамыз. Мына жақта проекттің атауы жазылған, бізде қазір маңызды емес, сондықтан біз next басамыз. Create. Мына жақта Visual Studio автоматты түрде осы код жазады. Бізде бірінші біз namespace ол көбінесе проекттің атауы болады. Сондықтан бізде аты және space, яғни место атылған. Келесі бізде program класс құрылған. Егер оң жаққа көрсек, мына жақта program класс көрінеді. Program классының ішіне бізде кілт нүктесі main метод жазылған. Біз көбінесе main методының ішінде жұмыс жасаймыз. Мына жақта бүкіл ақпаратпен жұмыс істейміз. Мысалында мына жақта console классында writeline деген метод жазылған. Осы методтың ішіне аргументі hello world жазылған. Егер біз проектті қоссақ, консольдің ішінде бізде hello world шығарады. Біз кнопканы басамыз осы. Міне, hello world шығады. Енді айнымалымен жұмыс істеу керек. Мысалы біз int айнымалының түрін қолданып, яғни сандық айнымалын a деп атайық. Оған біз 10 0 деп 0 санын береміз. Бізде программалық тілінде бізде көбінесе өзінің терминдері болады. Ең мынаны көрсек, біз мынаны поле деп атаймыз. Немесе дала, былайша. Енді осыны 0 деп шығару үшін біз консольға writeline метод қолдану керекпіз. Console writeline методы. Енді осы методтың ішінде біз айнымалы аргументіне салу керекпіз. Және әр строкаға біз үтір нүкте қою керекпіз. Ол маңызды. Егер проектті шығарсақ, осы кнопканы бассақ, бізде немесе осы кнопка бізде 0 деп шығарады. Енді басқа айнымал қолданайық. Мысалында float айнымал b деп атайық. b-ның ішінен біз мысалында 1,5 f нүкте. Яғни біз b айнымалына 1,5 санды беріп отырмыз. Бізде көбінесе ондық сандарында суффикс болады. Суффикс мына жақта f болады. Яғни айнымалының типінің бірінші әріпі болып саналады, яғни 1,5 float. Егер консольға шығарсақ, мына жақта a-ның орнына жазайық. Кнопканы басайық. 1,5 шығарады. Бізде айнымалының типтерінде арнайы память бөлінеді. Сондықтан бізде типтерінің өзінің
арнайы иерархиясы болады. Біз үлкен памятқа арналған айнымалы кішкентай айнымалымен жұмыс істей аламыз, бірақ наоборот емес. Кішкентай айнымалы типтермен үлкен айнымалымен құрастықтай алмаймыз. Мысалы бізде шорт айнымалы типі бар. Оған S деп атайық. Оған мысалында 4 берейік. Ол бізде бүтін сандар шорт айнымалы алынады, бірақ память бойынша ол интеджерден кішкентай болып саналады. Сондықтан бізде S үлкен A. Яқта қателік көрсетеді. Себебі шорт иерархия бойынша ана қарағанда кішкентай. Сондықтан бізде қате болып саналады. Осыны қайсысы үлкен, қайсысы кішкентай көру үшін мынаны жіберейік. Біз арнайы команда көрсету керекпіз. Яғни integer мысалында integer айнымалы ең максимум память бойынша сан көрсетеді. Int max value міне теріп қоссақ консольда бізде integer типін ең максимальный память көрсетеді. Ең максимальный предел. Бізде яқты примерно 2 миллиард 147 миллион сондай. Ал минимум көрсетсек in value ол бізде минус 2 миллион солай саны көрсетеді. Неге минус? Себебі бізде integer тек қана плюспен емес минус сандармен жұмыс істей алады. Мысалы минус 5. Бізде компьютер ештеңе ұрыспайды. Неге именно осы сан? Мен айтқан бойынша ол математика бойынша бізде егер екінің 32 дәрежесі жетсек, бізде 4 миллиард 247 сан көрсетеді. Бұл интеджердің максимум память көрсетеді. Бірақ бізде минус сан алғанмен кез келген минус сандарды алу болуымен біз осы памятті екіге бөлеміз. Сондықтан бізде 2 миллиард 147 миллион болып шықты. Ал енді сәл кішкене математикалық мысал көрсетейік. Мысалы бізде int p тең 10. Біз программа тіліндегі кез келген математикалық есеп жасай аламыз. Мысалы a плюс b консольны шығарсақ, яқта 5 көрсету керек. Себебі бізде минус 5 плюс 10 тең 5.